Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай шоколадты пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға 2 жұмыртқамызды және шекерімізді қосып миксерлеп аламыз. Содан соң сүтімізді, майымызды құйып, тағы да жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Миксерлегеннен кейін ұнымызды, қамыр қосқышымызды және какаомызды үшеуін осылай біріктіріп аламыз да електен бөліп өткізіп саламыз. Және де әр бөлгенімізді миксерлеп тұратын боламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Ендігіде мен табама май жағып пісірген болатынмын. Немесе пергаментіне қағаз төсесеңіз де болады. Осылай мен құйып, алдын ала қыздырылған пешімде 30-40 минут пісіріп алатын боламын. Мінекей пирогымыз дайын болды. Мен осылай вареный сгущенка жағып шықтым, бірақ ол міндетті емес, өз қалауыңыз бойынша. Және де осылай сахарный пудра сеуіп шықтым. Жаңадай қатырып қойған жеміс-жидектеріңіз болса қойып шығуыңызға болады. Мінекей осылай пирогымыз дайын болды. Сіздер жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап кетуіңізді сұраймын. Сау болыңыз.